Сәлем баршаңызға. Біздің арнаны жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркеліп, және қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Қазір саламатсыздар ма? Сезон болып жатыр ғой, балалардың іштері өтіп, немесе құсып ауырып жатыр ғой. Егер ештеңе көмектеспей жатса, осындай марганцовка обычный аласыздар. Алый розовый қылып, осылай жақсылап араластырып аласыздар, 1-2 талын ғана салып. Полный түйіршіктердің бәрі еріп кеткен болу керек. Сосын, егер қатты құсып жатса, онда 1 чайный ложкадан бересіздер. 1 чайный ложкадан шөлдейді ғой, сол кезде бересіздер. Құсып болғаннан кейін бересіздер, тағы да құсады. Ол ештеңе етпейді, бірінші тазалайды. Содан кейін барып, ары қарай микробын өлтіреді. 3 рет где-то ішкеннен кейін, 2 рет ішкеннен кейін сразу тоқтатады. Рвотасы болса рвотасын, ұйықтамаса ұйықтатып тыныштандырады. Іші өтіп жатса, ертесіне тағы да іші тоқтаса да беріп қойсаңыздар болады. Басқа полисор, тағы бірдеңелер көмектеспейді ғой. Сол кезде берсеңіздер, осы только алый розовый болу керек. Үлкен кісілерге сәл ғана бұдан қызғыштау қылып ішсе болады. Өте жақсы көмектеседі, микробын өлтіреді, тазалайды, және щелочной кислотный балансын нормализовать етеді. Пайдаланып көріңіздер. Сіздерге егер көмектессе, біз қуаныштымыз, ауырмаңыздар. Біз вообще ауырмайтын едік, білмеймін, қазір түсініксіз болып кетті ғой өзі. Немен ауырып жатқанды түсінбейсің, адамдар әйтеуір біреу құсып ауырып жатырмыз дейді, біреу іштері ауырып, іштері өтіп ауырып жатады. Сол көмектесіп қалама деп, бөлісейін деген оймен айтып отырмын. Ауырмаңыздар, сау болыңыздар.